Әпкем маған бөлек жасап жатыр. Бұрыннан осылай болды, как бізде келген кезде сіздер көре аласыздар. Videoni YouTube kanalına diye seçip bitti. Кетеді. Дегендер. Ой. Tırnak yapıştıramayacak olsa. Biz yapıştıramayız. Zor olacaktı. Normalismi amisam. Başlar. Bär uzun. Uzunduran amisam. Sen köylерine kısa tırnak olmuyordu. Endi. Uzun da başlıyor ama mı? Әпкем маған бөлек жасап жатыр. Hareket. Tutuşmuyor havaliyle. Haydi. Whoa. Hey. Короче, сәлемдестер деп мен бастап алайын. Тырнақтармен, кіпіріктеріммен әпкем жабыстырып берді. Ертең салонға барамын, барлық көрсететін боламын. И вот так мынандай тырнақтарымды жасатып алдым. Қалай? Енді ертең салонға барған көрсететін боламын. И киімім де сол кезде көресіздер. Бүгін сіздермен выпускной күнімді қалай өткізіп жатқанымды көрсетемін. Кіпірігім, тырнағым, осылай образ болып тұр қазіргі таңда. И қазір бізге бірінші болып базарға барамыз, офисқа барамыз. Офисқа дейін бір 12-1-ге дейін отырып, сосын гүлге заклад бергенмін. Сол гүлді ақшасын полный төлеп, короче, барлығын сол жерде көрсетемін. Үстінлік қалай өткенді барлығын әрине көрсетем. Образым, салонға барам. Көріңіздер соңына дейін. Тар салқан. Жұмысханыма да келіп алдым. Солай. Вот так. Сонымен достар, мен қазір гүлдерге барлығын заказд етіп шықтым. 5 теңім артық қалып кетті. Ну, қазір енді гүлді келген кезде сіздер көре аласыздар. Оған дейін көре алмайсыздар. Күттіңіздер ма деп? Салай. Короче, мен келдім. И қазір енді мына мамам екеуміз түк басып жатырмын. Шайынып шықтым бір. Ыстықтығы несімен. Мамам екеуміз түк басып жатырмын. Менікі. Достар, менің өмірімнен осылай болды, как қалай. Шашым деген қазір салонға барамын. Неге мен киініп алдым? Себебі менің киімім басы өте қиын. И макияж жасап болғаннан кейін киетін болсам, барлығы бұзылып кетеді деп ойлан. Дәл қазір өзіміздің зорға, ойбай, тілдерім айналып кетті. Зорға кидім. Сумка қалай. Сонымен прическа, макияж барлығын жасатып болғаннан кейін бір образымды көрсететін боламын. Сіздер ұнаған болса, лайк, подписан болып қойды ұмытпаңыздар. Вот так вот. Достар, мына каблогымды пакетке салып алдым. Кроссовкамен барып attım. Солай. Көйлегімді киіп барадым, баға айттым ғой. Солай ендіше. Сонымен достар, мен қазір үйге барып қайтып жатырмын. Сіздерге осы видеоның соңында бір қатты ескертме айтатын боламын. И қазір уже жолда барып жатырмын. Такси десе үйде жақын екен. Барып жатырмын. Так. Ta'lim tarbiya bergan Gulchehra ustozimiz, keyin davom ettirgan Sultonmurod ustoz. Keyin dostlar, bарлығымыз осылай өзіміздің гүлдерімізді табыстадық мамаларымызға. Барлығымыз көріп тұрғандарыңыздай.
Ал кейін бітіміз төгілген ши ойнадық қой өзде. Ал кейін қызықты ойындар болды. Амалашуымыз негізінде басында болу керек еді. Мен орта-ортасына қойыппын, енді өздеріңіз дұрыстап көре бересіздер ғой. Амалашуымыз деген қатты кетпеді ма? Түркістанша ұрып кеттім ғой мен ортада. Кейін қызықты ойындар болды тағы да, күлдік. Сонымен выпускнойымыз да солай өтті. Сонымен достар, мамамен кейін үйге қайттық. Микрофон жақсы жасамай қалыпты, озвучка жасап отырмын. Сонымен достар, түн қараңғы қараңсап үйге жатырмын. 3 болып қалды, почти сағат. Шаршап келіп жаттық. Рейдтер келіп қалды. Мен сіздерге ертең бірдеңе айтамын, күтіңіздер. Достар, сіздерге кешеден бері айтамын деп жүрген затым бұл менің ұсынысым. Мен сіздерге айтатыным, сіздер өздеріңіздің маңызды күндеріңізді мүлдем бұзып алмаңыздар. Мен де солай болды кеше. Яғни бір жүзгі макияжға жазылғанмын. Окей, бір жүзгі жақсы жасап берді, бірақ макияжым да сарваш ететті. Шынымен де ше, вообще болмайтыны. 80-ші жылдардың бір макияж етіп қойды ғой достар. Кейін окей дедім, шығып кеттім, үйге бардым. Өшірдім мына макияждың барлығын, өзім жасадым мына макияжды бар ғой. Мына макияж айта алмаймын, ерім бар ғой, ерін адам светтегі помадамен и мына ұшы бар ғой, соны мынандайын жасап қойған. Вообще қалай осындай барасың да мен? Сонымен макияжым жақсы болмай қалды. Айтатыным сіздерге өздеріңіздің маңызды күндеріңізді бұзып алмаңыздар. Жазылсаңыздар да жақсы визажистке жазылыңыздар. Сіздерге ұсынысым қазір сол болып тұр. Мен өзім білгеннен кейін бір түрлі болады екенсің ше басқалардың алдында. Солай. Достар, сіздерге сол еді. Енді өздеріңіз көресіздер тағы да жақсы бір визажистке жазылуларыңызды мен ұсынамын. Ең маңызды күндеріңізді ешқашан бұзып алмаңыздар. И сонымен солай. Екен достар, мына жерде қазір көргендеріңізде менің инста парақшам Сұғдия. Сол жерге кіріп тіркеліп алыңыздар. Выпускнойдағы фотолар, трендтер барлығын сол жерге салатын боламын. Мен ютубтан көре білесіздер. Инстаграмда
қалай айтсам болады, Instagram'da яғни тездеу не адамдар көп көре алады да, ал YouTube'да монтаждау керек, көп уақыт кетеді. Соның үшін Instagram парақшамды тіркеліп алсаңыздар, сол жерге свежий түрінде шығаратын боламын. Ендеше достар, мен осы жерде видеомды тастам. Сіздерге бұл видеом ұнады ма әлде жоқ па, комментарийде күтіп қалам. Егер осы видеомда сіздер менің бір мейлі 100 лайк жинасаңшы, 100 лайк жинаса, бізде күшті бір видео шығады. Оны күтіңіздер, менен тек 100 лайк жинаса болса шығармаймын. Давайте. Подписка, лайкты ұнатпаймын сіздерді. Жақсы көремін. Ба,